Сәлем достар, мен бүгін косметиканың ішін жинаймын и оған обзор жасаймыз, қандай косметика бар менде. Мынандай тень бар, хайлайтер бәрі ішінде бірге, бірақ жаңа күйінде мен құлатып алдым бұны. Потом әрі қолданып келемін болатын. Бірақ өте күшті, түстері де жақсы. Мен мынандай жылтырлары бар. Мен көбінесе қоңырларды қолданамын. Бұл менде тең хайлайтермен. И потом мынандай жөтпіс. Кішкентай болған жөтпіс. Андай бәріміз қолданып қой, бұрындары көк. И ол бітіп қалды да, осындай үлкен аға салған. И мынау бар, это Фаберликтің спрей. Қолданбаймын, бұл жап жаңа күйінде тұр әлі. Қолданбадым әлі. Мынандай хит болып жатқан менде кушон. Оригиналы менде бұл. QR кодтары мына жерде шығып тұрады. Мынадан көрсетеді ғой. Алда көрген. Ішінде фотозмет. Мына активный спрей деп айтамыз. Восстанавливающий активный спрей. Фаберлик тоже жақсы. Бірақ әлі бар полный. И потом мынандай щеткалар бар. Бірақ мен білмеймін бұны қай неге қолданатын, қай щетка қандай неге қолданатын білмеймін. Әйтеуір тең жаққанға біреуін қолдана беремін, мынандай бастомалақ. Тең жаққанға қолдана беремін әйтеуір. И мен мына қызарымның тені. Мынандай бар, бірақ тоже көп қолданбаймын. Кірпік қайратын. Зажим деуші ме? Вот мне. Мынау өте күшті көмектеседі тырнақтың. Когда андай тырнақ нетеміз ғой, жапсырамыз ғой тырнақ. Содан кейін тырнақты алған кезде мынау өте күшті көмектеседі. Бетін жағып қоясыздар, бір слой, екі слой жағасыздар и тырнақ сындырмайды. Күшті міне. Результат бар менде. Мен мынандай өспейтін, вообще мен кісім қалатын. И мыналар менде қазір қатты, тырнақтарым бәрі қатты міне. Вот, и мынау күшті. Мына жерім балам тістеп тастаған. Осындай плюсы болды. 8 в 1 деген болып, 8 в 1 күшті. И тоже мынада хит болған білесіздер ме? Щеткасымен мынандай кушон тоже. Хит болған кушонымыз. И оның есімен мынау. Тоже. Бірақ мен бұны көп қолданған жоқпын. Жақты мейка қылады. И мен бетім жирный да, мынандай келмейді екен маған. Мынау өзім жирный екен. Жағылмайды екен. Оны лақтыру керек кәдіммен. Мен потом мынандай вазелин. Тоже жақсы, бұл бәрі қолданатын шығар бұны. Өте жақсы феринг. И мынандай Фаберликтің помадасы. Ұнайды маған өзіме. Нарасын айтып, магнит. Өз жақсы қалады. Магнит, мынандай қоңыр свет. Күшті, өзіме ұнайды. Туш. И туш, тоже Фаберликтің тушы. Бұны мен көп туш қолданбаймын, негізі, бірақ та сонда да бар косметикам арасында тушта. Мынандай тоже Фаберликтікі тырнақ боятын лак. Көп тырнақ жасаттай, мен лакпен боя саламын. Мынандай водостойка. Гипоаллергенный карандаш. Немеге. Для глаз. Өте күшті. Гипоаллергенный бұл. Мынандай Nivea помада. Это духи. Инконденс. И тоже Фаберлик Аква. Содан кейін зарядка. Бәрі жатады ішінде. Зарядка. И мынандай спонжик. Жуып екен. Бәрін алдында жуғам. Бір қолданам жуам. Пудраныкі пудрамайды. Етіп кетті. Мен көп жақпаймын. Көп жақпаймын, бірақ та міне қату қай заман. Бұл менде пудра қай заманнан келе жатқан пудра. Міне көріңіздер. Сырты бәрі ескіріп кеткен. Көп боянбаймын. И міне спонж қай заманнан келе жатқан пудра. Неше ғасырлық. Вайна мында жатыр. Міне бітті уже мына лақ соқ екен. Бәрі жатыр түштен. Вот еще мынандай бесветный лақ бар екен. Роялдікі. Бітті мына. Алдында шын жүріп қойған. Катальный волшеб пені мынау. И мынандай ушыл өзіме осындай сатып алдым. Мынандай тоник. Осының ішіне қазір бәрін саттамайды. И вот крем. Nivea кремі. Для руки тела етаны қолға да жағып отырған. Қолына жағылмасам, тұта құрғап жүр қолым. И мынау, мен мынандай қас боятын бар. Мына күшті ғой. Формасын вообще күшті келтіреді. Мен көбінесе қара екеуін кейде араласып бояймын, кейде қара бояймын. Вообще күшті мына қас боятын. Мұнайды өзіме өте күшті. И потом мынандай блеск. Тоже Фаберликтікі көп зат Фаберликтікі менде. И мынандай лак.
қызыл лак, мына күшті тез кебеді, тез кебеді қолымда. Мына жақта да ватный диск жатыр. Мына ватный диск, вот мынандай спонж бар тағы да. И мынау тоже Феберликтікі. Күшті бояйды тоже мынада. Қас, это кірпік туш, мынандай карандаш для губ. Қазір ұшта қойып бәрін ұштап, бәрін жинап, салып, дұрыста қоймасам болмайды екен. Қазір бәрін дұрыстаймын. И проволоканка, не пробник, шариковый. И проволоканка менделгі несі бар өзінде. И мынандай тоже рояль несі. Лак. И мынандай карандаш. О, кішкентай болып қалдым. Бітті. Өзіме қатты ұнайды. Күшті бояйды. Менде көрдіңіздер ғой, көп зат қоңырмен бояймын. Көп нәрсе нелердің бәрі қоңыр. Бояңғыштар көп. И мынандай бір помада алған. Бұрында болған. Менде жасыл, бірақ өзі ерінді розовый қылдырып тұрды. Тоже. И мынандай ұштақшы алып алдым. Шол. Күшті екен ұштақшы. Мынады мынандай. Үлкен кішкентай бірге жүреді. Мына кішкентай ұштайсың. Мен үлкен қарандаш ұштайды. Вот, мынау енді. Вообще тема. Вот. Кіргіз қоясың да. Кішкентай қарандаш ұштай бересің. И вот мынандай помада. Лимон итканы. Менде маскалар бар. Соны мен бірге алған. И мынандай түсі. Тоже магнит сияқты несі. Вот. Мынандай. Негізі осындай цветпен мен боямаймын, бірақ та что-то соңғы кезде қызығып жүрмін. Нормально сияқты. Мен мынау мактікі. Мынау тоналка күшті болған, енді ол бітіп барады. Қазір мына кушонды қолданып жүрмін көбінесе. Бітіп барады, маған өте қатты ұнайды өзіне. Күшті неме. И вот сынып қалған екі карандаш, біреу қоңыр, біреу қара. Бітті уже оларда. Бітей болып қалды бәрі. Алу керек үлкен. Сол алып. И мынандай пинцет. Ыңғайлы, күшті. Өте қатты. И вот это лак. Тоже Феберликтікі. И мынандай түсі жақсы. Болды бұл. Қазір осылардың бәрін мен жинайын, жуам. И міне пробланка. Мен бұны қай заманнан бері жақып келемін. И кладышқа салып алам, кейде мынаған құям да, мынаған құям өзінің несімен бәрі ашылып нетілер болар. Бұны мен 2011-ден бастап уже сүйіп келем. Пробланканы өте жақсы көрем. Мен мынандайлар алынды, бірақ көп сеппеймін. Жатсын септі, мен мынандай есі ұнаған. Басында одан мен қазір көп сеппеймін бұны. Но бірақ есі өте күшті акваның есі. И мен өзімнің сүйікті пробланкам. Мен пробланканы өте жақсы көремін.